Балалар, қазір қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағында өтілетін ортақ тақырып уақыт. Бөлімше түбір мен қосымшаның жазылуы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты түбір сөзге тиісті қосымша жалғайсың және қосымшаның жуан не жіңішке болып жалғануын ажыратасың. Балалар, мына екі сөзге назар аударайықшы. Бала және дәптер. Енді осы екі сөзге жалғанып тұрған қосымшаларға назар аударайық. Бала, лар және дың. Дәптер сөзіне қандай қосымша жалғанып тұр екен? Дәптер, лер, дың. Енді балалар, бұл жерде қандай өзгеріс байқап тұрсыңдар? Қосымшаларына назар аударыңдаршы. Балалар, қосымшаларында тек қана дауысты дыбыстар өзгеріп тұр екен. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы дауысты дыбыстар қай уақытта өзгереді екен? Неге байланысты өзгереді екен? Осы туралы балалар бүгін осы құпияның сырын ашады екенбіз. Ендеше ережеге назар аударайық. Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Мысалы, адам, дар, дың. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады екен. Мысалы, сурет, шілер. Яғни сурет сөзінде соңғы буыны қайсы? Рет, яғни е жіңішке болып тұр, балалар. Сонымен бүгінгі сабақтың басында айтылған екі сөзге қайтадан оралайық, яғни бала. Соңғы буыны ла, яғни ла-а жуан, сондықтан да оған жалғанған қосымшалар жуан болады екен. Дәптер сөзінде тер, яғни жіңішке, соңғы буыны, сондықтан да оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болып тұр екен. Балалар, бүгінгі сабағымыз сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше дәптерімізді ашамыз. Бүгін 19 қараша оқу тапсырмалары. Бүгінгі каллиграфиялық сәтке ж әрпінің бас әрпін және кіші әрпін әдемілеп көркем жазамыз. Балалар, жазып болғаннан кейін келесі оқу тапсырмасына назар аударайық. Яғни түбір сөздерге тиісті қосымшаны жалғап жаз. Не байқадың? Ойланып көр. Бұл тапсырмада сәби, ұл, малшы, ине деген 4 сөз беріліп тұр. Осы 4 сөзге екінші бағанда қосымшалар берілген. Яғни осы қосымшалардың тиістісін қосып, осы сөздерді дәптеріңе көшіріп жаз. Балалар, бұл тапсырманың дескрипторы қала сөзінің қосымшасын табады, ұл сөзінің қосымшасын табады, малшы сөзінің қосымшасын табады, ине сөзінің қосымшасын табады, сауатты жазады және көркем жазады. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, екінші оқу тапсырмамыз оқулығымыздың 87 бетінде 31 жаттығу. Балалар, бұл жерде бізге мәтін берілген. Яғни осы мәтінде ішінде қарамен жазылған сөздер бар екен. Осы қарамен жазылған сөздерге назар аударамыз. Осы қарамен жазылған сөздерде қосымшасы жуан жалғанған сөздерді бір бөлік, қосымшасы жіңішке жалғанған сөздерді бір бөлік жазады екенбіз. Яғни бұл бағанмен жазуға болады, немесе бірінші жуан жалғанған сөздерді жазып алып, одан кейін бір жол тастап, қосымшасы жіңішке жалғанған сөздерді жазуға болады екен, балалар. Бұл тапсырманың дескрипторы, яғни қосымшасы жуан жалғанған сөздерді бір бөлік жазады, қосымшасы жіңішке жалғанған сөздерді бір бөлік жазады, сауатты жазады және көркем жазады. Балалар, ендеше бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Кері байланыс білім қоржыны арқылы береміз. Яғни қызыл түсті қоржынға барлығын түсінген оқушы таңдайды, көк түсті қоржынды әлі де сұрақтары бар оқушы таңдайды, сары түсті қоржынды қолдауды қажет ететін оқушылар таңдайды. Және міндетті түрде себебін жазуды ұмытпаңдар.
Балалар, сонымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дайындалыңдар.